Xayırlı gün, xayırlı kеш, xayırlı ерте, кімгәдір түндір. Міне ойлап барам, біздің ата-аналарыбызға шондай қотлаулы ауыр шүр ләккән. Чөнки аларның аталары әлі бик андый ауырлықта яшамаган. Ризыклары жетіп тұрған. Тағы нәрсе үс киімлері болған. Бұл мен айтам енді әби бабаларыны. Чөнки менің әти мен әлі 10-шы, нешенші, 9-ны тамамладым ма, 8-ні сыйныфны. Шунда әлі ол пенсияға шықты шулық. Анын әтисі енді аңлайсыз, анардан үлкенірек. Шуға күрә міне бабай ол электіріп алған біздің ауыл базар өзәгі болған 100-лерше шақырымға біздің базар шунда. Шуңа күрә әлі ол тігі бір Шихов деген бір урыс мы, бүтән милләт кішісі мы, шунын тігірмәнді эшләгән ғұмыр бойына әлі сөйләгән идем. Миңа үлкен абыйларым әти мәрхүмдә сөйләдімме, бабай да, білмем. Бірінші империалистік соғышында аны соғышқа алып кетірге келгенлер. Ауыл шылтығы далада эшләгән. 2 елған да біздің ауыл янында қошыла. Шунда 1 елға янында тігірмәнді эшләгән. Әбине сағынып қайтқан еді. Яш бит әлі қан ойнап тұра. Әби белән түн уздырға. Тағы бізге абыйлар я апаларны үршетірге тігі. Абый, апа енді дяди, тети аңладыңыз енді. Шол келгенлер текшіріп, әби алғанда шол сандыққа яшірген, киімлерін үстен ташлағанда, аны шулай тапмағанлар. Соңдан граждан соғышында да болған хәл. Анда да келгенлер соғыш қалабыз деп, анда енді пішәннің ішіне кіріп, ат білен қошып қалған бабай. Біздің яқта андай соғыш бармаған, базар бізден 20 шақырым түн яққа, һәм көбірек анда казачи деп айталар, казакилар, шулар, алар соғыш, алар оқлар білен қызыллар болған, ярлысы қызыллар янында, оқлары енді байлар яғында өзара соғышқанлар. Біздің ауылдан да соғыш болмаған. Әти мәрхүм айтады, тек шул 20 шақырымнан ешіліп тұрған тігі орудие отқанды тауышы шуның шартлап тұрғанның. Ол цвиллинге бәлки барғанда тағы кімдір шулай отқанлардыр, анда соғыш болды біз. Бабай яшаған, әти міне 20 яш тұлғаш ма? Жоқ енді 12-ші елғы мәселен 22, 32, 20 яшына келе башлағаш, ол вақытта колхозлар ұйышқанда, шоннан енді орыс айта иша четті. Иша көріна киім да болмаған, киімі, үскі киімі, аяғына болмаған, бірнәсе болмаған. Алар міне шо неше дистелер ел бойынша ітләніп, құллық, совет құллығы. Қазір міне әйтірге бола, ол вақытта айтсаң, сен совет властына қаршы келесің, хөкүмәтіне деп бәйләндірлер. Әти сөйләді, киятірген итік те болмаған аяғына. Резин бір зор электрикнің ботысын бергенлер. Қолына киятірген биелей болмаған. Тракторынан түзеткенде салқында қоллары үшіп, әлі сөйлеген едімше тапқыр. 800 грамм қора ипи һәм 1 литр әші қатық. Шуның үшін күн бойына суықта эшләдек ди. Үйде ашарына жоқ ди. Шунда аяғы қолы эшләмей башлаған аның әнисе біздің әби Утар ауылы Қазан астынан шунда сүліклер салдырып, әти мәрхүм айтады, неше тапқыр салды, толысынша 80 сүлік қолға де, қолларға 200 сүлік толысынша де, ғымымен аяқларға шулай еріп кеттім де. Шулай инвалид болып қалыр. Ашарына бір нәрсе жоқ, ашлы тоқлы әлі апам бірсі, ең үлкен апам,
39 жылғы ул да электрип алган, ашарларына булмаган шул тиги дуска тиги далада әти белән ул ни басуда йөргәннәр инде. Пассивный дип атыйлар шунда. Ашарына булмагач дуска пешерән беткән ипине кисәген кагып ашап куйганнар аптырагач. Инде без үсә башлагач сөйләдем инде, сез кутырып торасыз, ата бабаларыгыз күрмәгәнне дип күреп торасыз. Нәрсә дип шул гел әни мәрхүм әйтәдер, без инде күткә дә белмидерик, менә мин татарча видео саган шул тиге күт дип күткә дә белмидерик. Һәм без инде үзебезгә төшмәгәч башыбызга, Аллага шөкер, аңламыйдырик аны. Безгә әйтәдер, әти мәрхүм, кутырып торасыз, ипи в волю ди. Ул инде шул уйлаган, ипи в волю булса, кеше бәхетле кутырып тора. Чөнки ул шундый ачлыкта яшәгән. Әйтәдер, ач чагында ди, күзеңә бернәрсә күрми, тик бөтен уең шул ашау турынан. Хәзер инде кутырына башладылар. Яңада ипине ташылар, итәләр. Менә 90-нчы еллардамы, ничәнче 80-нчы елларда мин Татарстанга килгән идем. Редакция эшләгәндә бер мизгел халык кутырып тора, урамда ипи атып ташылар тәрәзәдән, әллә нәрсә. Педагогия институтының тулай торагында мин күрсәм, монда кызлар үзләре педагог була торган, киләчәктә целлофанга күгәртеп ипине мусорка ташлыйлар иде. Авылына алып кайтып, менә әни сыерга ашатырга дип. Бердә алар да бит монда Татарстанда сөт булмаган шул сәбәбе. Анда басуларда сыерга урында булмаган, сыер тотырга да рөхсәт бирмәгәннәр. Күп булса бер сыер. Шуңа күрә безнең якта иркен, шуңа күрә Хрущев реформа буенча теге Целинага килеп, бик күп керәшен, я татар шул Кукмара район һәм бүтән районнар Татарстанга килеп урнаштылар. Күбесе калды инде шунда авылыбызда тора, хәзер дә яши. Чөнки аларга туган як, анда иркен. Кемдер Татарстанга китеп калды инде шулай. Вот, шуны әйтәсем килә. Безгә аңлап булмыйдыр ул. Шул 80-нчы елларда шул ипине ширтеп ташылар. Мен инде бер вакытта шул теге бер малайга әйттем. Айда савап була икәүзгә дә. Мен бер үзем йөрсәм, мине күрсәләр, журналист сыныклар җыеп йөри дип көлерләр. Чөнки алар урыс әйтә больной на всю голову, агар да шул ипин ташлаган кеше булса, ул урысча әйтмешли больной на всю голову кеше. Мусорка ташлагач, ипи җыган кешенә көләләр инде. Шуңа күрә мин чемоданны аладыр инде, ул я тотып тора, мин ипине тик этаж кат инде татарча. Сайын менеп, җәяү шуларны чемоданга тутырып, мин сөткә йөридем бер апага, аннан бер ярты чакрым тирәсеме, әзрәкме, шунда сыеры тотадыр, шуңа күрә апарып бирә идем. Менә соңыннан инде 90-нчы еллар килде дә күтне утырдылар, күбесе ризыклары җитмәде, талонга утырдылар. Бездә Татарстанда әле яшәделәр, талон булды, бүтән җирләрдә ансы да булмады әле. Мәскәүдән килде дә бер сәйтә, бездә Мәскәүдә киштәләре буш ди. Бер кеше ди килгән чит илдән ди. Көлә ди килеп ди. Карап ди, шул көлеп китәләр. Анда мин уйлаган идем, әгәр дә мин шушыннан бәрәңгене машина тиеп Мәскәүгә барсам, акча күп алып кайтырым. Әмма балачактан тәрбияләделәр, акчага бик артык исегез китмәсен ди. Акча кеше итми сезне бәхет бирми ул дип әйтте. Әти-әниләр. Дөрес тә ул. Ул вакытта кем акча белән кайталарны китеп барганда, мәсәлән, гаи тотып тетмәс тетә. Шунасын кайтканда тагы акча таләп итәләр. Янда Мәскәүдә дә карап торалар. Татарстаннан килгән регион, талыйлар аларны. Акча күп ясый дип. Шуңа күрә ул бик катлаулы эш, куркыныч эш булды. Аны белән кулланмадым, шул журналистикада тырыштым эшләргә. Нәрсә әйтәсем килә? Менә бу теманы мин беренче өле бүлеккәме нәрсә әйтим? Бездә бүлек дип әйтеп йөрәндек инде. Бүлек, ана теге мин
театр қарағанда бірінші бөлек, екінші бөлек деп, шоңа көре бірінші бөлегін тамам етіп, екіншісін башлап жетсем, чүнки көп әңгіме болып шыға, кімдір ялқыта, кімдір түрлі сәбәплі қарай алмай. Шоңа көре қазір мен екінші бөлігін давам етірмін. Сау болыңыз.